Сәлем достар, біз бүгін осындай узорды тоқып үйренетін боламыз. Бұл узормен кез келген тоқыма бұйымдарын тоқи берулеріңізге болады. Бұл өте оңай тоқылу және өте әдемі көрінетін узорлардың бірі. Паутинка деп жатады. Қалай атасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Міне қараңыздар, өте әдемі көрінетін тоқымаларда. Мен үнемі кардигандарда, осылай детский киімдер тоқыған кезде осы узормен көбінде тоқимын. Мен жұмыстарымды Instagram парақшамнан көрсеңіздер болады. Мен оны описанияға қалдырып кетемін. Кіріп, өтіп қараңыздар. Сонымен біз бұл узорды қалай тоқимыз? Тек қана екі рядты қайталап отырып тоқитын жалпы узор. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Ең бастысы жұп сандардан болған дұрыс. Қазір үлгі ретінде сіздерге қазір ілмектерді іліп алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мұны мен 12 ілмек іліп алдым. Бірінші кромочныйды оңға тоқып аламыз. Ары қарай бір оң, көрініп тұр ма сіздерге? Бір оң, бір теріс. Бір оң, бір теріс. Осылай соңына дейін бір оң, бір теріс тоқисыздар. Міне мен бір ряд тоқып алдым, бір оң, бір теріс. Келесі екінші рядта кромочный іліп аламыз да, бізде мына жерде оң ілмек тұр. Яғни оң ілмекті біз теріс тоқимыз. Бұл жерде оң ілмекке теріс, теріс ілмекке оң ілмек тоқитын боламыз. Узор бойынша емес, біз наоборот тоқимыз. Мына оң ілмекті мен теріс тоқимын. Келесі теріс ілмек, оны оң тоқимын. Келесі оң ілмек, теріс тоқимыз. Мына теріс ілмекті оңға тоқимыз. Осылай соңына дейін тоқисыздар. Оң ілмекке теріс қылып, теріс ілмекті оңға тоқисыздар. Осылай узорларымыздың орнын ауыстырып отырамыз. Келесі үшінші рядта тоқимыз. Үшінші рядта дәл солай бірінші кромочныйды іліп аламыз да, оны тоқымаймыз. Келесі бірінші ілмек менде теріс ілмек тұр. Осы теріс ілмекті оң тоқимын. Келесі оң ілмекті теріс тоқимын. Келесі теріс ілмек оңға тоқылады. Оң ілмек теріс тоқылады. Міне, осылай сіздер соңына дейін тоқисыздар. Яғни әр рядты тоқыған кезде тек осы қайталап отырасыздар. Оңды солға, солды оң ілмекпен тоқисыздар, болды. Осылай біздің узорымыз, сіздің бұйымыңыз біткенге дейін осылай қайталанатын болады. Жалпы тоқылуы өте оңай, өте жеңіл, тек бір нені қайталап қана отырасыздар, екі рядты ғана қайталап отырасыздар, болды. Сіздерде осындай әдемі керемет узор шығатын болады. Сіздерде осы узорды бірінші тоқып көріңіздер, содан кейін кез келген бұйымға осы узормен тоқып түсіретін болсаңыздар, бұйымдарыңыз өте әдемі көрінетін болады. Видео ұнаса, менің видеома лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналға тіркеліп кетіңіздер, колокольчикті де басып кетіңіздер. Мен видео салған кезде сіздер видеоларды жіберіп алмас үшін. Сонымен келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.